Сәлем барлықтарыңызға, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен бірге логотип деген не? Ол не үшін қажет? Және ол біздің табысымызға қалай әсер етеді? Және де логотипті қалай тегін телефонмен жасау керектігін осы видеода сіздерге айтып беретін боламын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарияға түсінбеген жеріңіз жазып кетсеңіз, сізге келесі видео түсіріп беретін боламын. Ал ендеше кеттік. Логотип бұл біріншіден, бұл бізде не? Логотип біздің таңбамыз, яғни біздің белгіміз. Сізді логотип арқылы таниды адамдар, я? Бұл сіздің логотип жасап қойсаңыз, мысалы, кола, кепсиді алайық, я? Зараны алайық, я, киімдерден. Мысалы, сіз оны көрген кезде, о, Зара белгісін көрген кезде Зара ғой, мынау кола ғой, мынау кепси ғой деген сияқты танып тұрасыз. Сондықтан сізді танымал қылу үшін, я, біріншіден танымал қылу үшін керек, сіздің бизнесіңізді дамыту үшін, яғни табысыңызды өсіру үшін де керек болады логотип. Сондықтан, мысалы, сіз егерде өзіңіз бір киім аштыңыз, онлайн болсын, офлайн болсын, киім сатасыз, я, делік, или мебельмен айналысасыз. Мебельмен айналысам деп, сіз өзіңіздің фотоңызды, или отбасыңызбен қойған фотоңызды қоятын болсаңыз, бұл өте грубый қате болады. Түсінікті ғой, егер мебельмен айналыссаңыз, өзіңіз отдельно сіздің таңбаңыз қою керексіз, логотипіңіз жасау керексіз. Сол кезде сізді көріп, егер сіздің логотипіңізді бір жерден көріп қалатын болса, ол мынау осы мебель ғой, мынау осы одежда ғой деген сізді танып тұрады, жеке біретіңіз қалыптасасыз, яғни сіз танымалдылық артады, дамисыз, және сізге адамдар сенімді болады, табысыңыз артады. Сенімді болған деген сөз, бұл клиент сізге келеді деген сөз. Клиент көп болады сізде. Я, түсінікті болды деп ойлаймын. Біз түсіндік, логотип деген не үшін керек, табысымызға қалай әсер түсіндік. Ендеше біз телефонмен бар жоғы 5 минутта қалай тегін логотип жасауды сіздерге көрсететін боламын. Еш қиналмай, ешкімге жалынбай, айтпай, тегін. Ендеше кеттік. Оны скачать етіп алыңыздар. Так, міне тұр, Canva деген. Скачать етіп, кіріп, тіркеліп аласыздар. Содан кейін ішіне кіреміз. Кірген кезде бұл жерде көп мүмкіндіктері, Canva'да көп жасауға болатын заттар көп. Мысалы, баннер жасауға болады, презентация жасауға болады, историяға әдемі осындай фотолар жасауға болады, документ жасауға, барлығын осы жерде основном жасауға болады. Енді логотипті, міне логотип деп жазылып тұр, осында кіреміз, мынау стрелка тұр ғой, оң жақта, соны басып кірген кезде бізге барлық логотиптердің түрлерін көрсетіп береді. Осы жерде астына түсіп, қайсысы ұнайды, соны алу арқылы өзімізге жасаймыз. Мысалы, мен мына көк далайын үстін басып кіреміз. Кіргеннен кейін сіз мысалы киіммен айналысатын болсаңыз, мысалы, мына үстін басқан кезде мына жазу жылжиды, еще жазуға болады, жазамыз. Мысалы, детский или болмаса одежда деп қоясың, одежда деп қойсақ болады, я. Мына жерде одежда деп жазып қойдым, астына женский деп қоям. Осылай қойсаңыз болады, өзіңіз қалағандай жасай аласыз, оның шрифттарын өзгертуге болады. Мысалы, мынау шрифт деп тұрған жерге кіріп, өзіңіздің шрифттарыңызды өзгерте аласыз, әдемі қылып, я. Осылай өзгертуге болады. Қалаған шрифттарыңызды осылай әдемі қылып өзгерте аламыз. Астыңға басып, шрифт дегенге барып, тоже өзіңіз қалаған шрифтті өзгерте аласыз. Осылай көрдіңіз ғой. Стилін, цветін өзгерте аламыз осы жерден. Сосын бізге керек осы, жазатын болсақ, мына править деген басып жазамыз, жазбайтын болсақ, готово деп, дәл осылай өзімізге арнайы, өзіміздің бизнесімізге қатысты баннер жасап шығарамыз. Яғни сіз киім сатсаңыз, киім туралы, яғни бұл логотип арқылы сізді
адамдар сразу танитын болады. Яғни сіздің жеке брендіңіз қалыптасады, уже танымалдылық болады. Дәл осылай жасап болғаннан кейін өзіңізге ұнаған, мен примерно көрсетіп жатырмын, уақыт алмай. Потом мына үстінде стрелка тұр ғой, сохранить сияқты жоғарыға қарай тұрған, соны басып скачать дегенді басамыз, тағы да скачать дегенді басып, осылай толықтай скачать етіп аламыз. Міне скачать етілді. Біздің өзіміздің мынау фотода тұратын болады. Міне ең соңында тұр. Міне скачать етілді. Дәл осылай жасай аламыз логотипті. Өздеріңіздің бизнестеріңізге әдемілеп логотип жасап алыңыздар. Бұл тегін телефон арқылы ғана жасай бересіздер. Ал сәттілік, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.